тыңдауға қатысушыларды тіркейтін уақыт сағат 3-ке деп ауыл тұрғындарын бәрін шақырған болатынбыз. Қазір келіп қатысқандарыңызға рахмет. Алдын ала келісілген уақыт бойынша қоғамдық тыңдауды ашуға рұқсат етіңіздер. Құрметті қонақтар, жергілікті тұрғындар, әріптестер, бүгін қоғамдық тыңдауға қатысушылар, қоғамдық тыңдауға қош келдіңіздер. Бүгін қоғамдық тыңдауға Алматы облысындағы К44/29 10Б/5Б/10 ішінара және К44/29/10В5В7 ішінара аралық 37 блоктарындағы қатты пайдалы қазбаларға барлау жұмыстарын қоршаған ортаға ықтимал әсерлерді бағалау есебі талқылауға шақырылып отыр. Қоғамдық тыңдау Қазақстан Республикасының экологиялық кодексіне және 2021 жылғы 3 тамыздағы номері 286 қоғамдық тыңдауларды өткізу ережелеріне сәйкес өткізіліп отыр. Қоғамдық тыңдауға төрағасы ретінде Шәукет ауылдық округінің әкімі, яғни мен Жылқыбай Олжас Қиясұлы, қатысушы ретінде Брага Груп жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өкілі Айтмахов Олжас кандидатуралар ұсынылады. Қарсылықтарыңыз жоқ па? Жоқ. Онда қолдарыңызды көтерулеріңізді сұраймыз. Барлықтарыңыз қолдау болсыздар, қолдамаған жоқ. Қоғамдық тыңдауды ашық деп жариялаймын. Қоғамдық тыңдаудың ережелерін бекітіп алсақ, баяндама жасаушыға 5-10 минут, қосымша сөз сөйлемдегі кісілер отымызда 3-5 минут, ұсыныстар мен сұрақтар негізгі баяндамалар тыңдалғаннан кейін талқыланады. Қарсылықтарыңыз жоқ па? Жоқ. Онда қолдарыңызды көтерулеріңізді сұраймын. Барлықтарыңыз қолдау болсыздар, олай болатын болса, ашық жиналыстар нысанында өткізетін қоғамдық тыңдаулар регламенті бекітілді. Қоғамдық тыңдау барысында қоғамдық тыңдау ережесінің 30 тармағына сәйкес қоғамдық тыңдауды аудио және видео жазбалар жүргізіліп отыр. Қоғамдық тыңдауда тапсырыс беруші Брага Груп жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атынан қатысып отыр. Маханов Қайнар геолог. Маратов па? Манатов Қайнар геолог. Айтмахов Олжас эколог. Мақсутбекова Раушан эколог. Жанат Зарина Эко Сенс Груп жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің уәкілі. Олай болатын болса, баяндамашылардың сөз беретін болсақ, Алматы облысы бойынша ішінара өзгерістерге байланысты 37 блокта қатты пайдаланатын қалдықтарды барлау жұмыстарын қоршаған ортаға ықтимал әсерлерді бағалау есебі ақпаратын баяндау үшін Эко Сенс Груп жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жобалау ұйымының өкілі Жанат Заринаға сөз кезегін берсек. Саламатсыздар ма, құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар, мен Эко Сенс Груп компаниясының экологы. Сіздермен жалпы бүгінгі өтетін жиналыстың тақырыбы бойынша сіздерге баяндама айтылады. Сол себепті назар аударып тыңдасаңыздар. Жалпы мәліметтер жұмыс учаскесінің атауы мен нысанның орналасқан жері Алматы облысы Ұйғыр және Райымбек ауданы. Тікелей жұмыс учаскесіне елді мекендер жоқ. Ең жақын ірі елді мекендер жұмыс учаскесінен Кетпен ауылы 25 км жерде, Шалкөде ауылы 32 км жерде, Түскөл ауылы 30-50 км жерде, Қарасаз ауылы 40-60 км жерде, Сарбасты ауылы 20 км жерде орналасқан елді мекендер болып табылады. Жұмыс учаскенің ауданы 85,1 шаршы километр, яғни 8510 гектарды құрайды. Жүргізілетін жұмыстардың түрі мен мақсаты жұмыс түрі геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу, яғни іздеу және іздеу бағалау жұмыстары. Жұмыстың мақсаты лицензияланған аумақтың геологиялық құрылымын нақтылау, Кетмен өзенінің аңғарындағы шашыраңқы алтындықты анықтау және бағалау болып табылады. Ендігі кезекте геологиялық барлау жұмыстарының құрамына нақты тоқталып өтетін болсақ, біріншіден іздеу маршруттары, бұрғылау жұмыстары, геологиялық шұрттарды үңгілеу, зертханалық жұмыстар және камералық жұмыстар. Далалық геологиялық барлау жұмыстарының жалпы көлемі картографиялық геозиялық жұмыстар 71 физикалық нүкте арқылы.
іздеу маршруттары 100. Жалпы 100 шурфтан сынама алатын маршруттар. Бұрғылау жұмыстары өздігінен жүретін бұрғылау станогымен жүргізілетін болады. Жалпы көлемі әрқайсысының тереңдігі 10 метр болатын 44 ұңғыманы құрайды. Барлығы 44 ұңғымаға. Ұңғымаларды сынау негізі сынамаларды іріктеу 880 сынама. Жалпы көлемі 218,7 метр куб болатын геологиялық шурфтарды үңгілеу. Жалпы геологиялық барлау партиясының негізгі деректері далалық лагерь жұмыс аумағы арқылы қозғалатын мобильді лагерь ретінде ұйымдастырылады. Геологиялық барлау партиясы қызметкерлерінің саны 37 адам. Жұмыстарды жүргізу кезеңі 2026-2028 жылдар аралығында, яғни жылына 3 күннен 3 дала маусымы барлығы 540 күн болып есептеледі. Келесі, далалық лагерді сумен жабдықтау жақындағы су қабылдағыштан жүзеге асырылатын болады. Лагерь аумағында дизель электр станциясы, асхана вагоны, тұрғын вагондар және арнайы сыйымдылықтар автокөлік орналасатын болады. Далалық лагердің өзіне келіп тоқталатын болса, геологиялық барлау жұмыстарының орындалуын қамтамасыз ету үшін далалық лагерь ұйымдастырылады. Далалық лагерь уақытша болып табылады. Тек геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу кезінде ғана ол әрекет етеді. Далалық лагерь жазғы табиғи алаңында жұмыс аумағының шегінде орналасатын болады. Партия қызметкерлері шассиге орналасатын вагондарда тұрады. Вагондардың қатарлары басым жерлерді ескере отырып, бір-бірінен өртке қауіпсіз қашықтықта орналасады. Яғни олар ешқандай кері әсері жоқ. Жалпы жобаның негізгі деректері суға жалпы 2026-2028 жылдар жылына 631,54 метр кубты құрайды. Тіршілік әрекеті барысында лагерде тұрмыстық ағынды сулар пайда болады. Уақытша құбырлар жүйесі бойынша барлық ағынды сулар металл контейнер болып табылатын септикке жатады. Тұрмыстық сарқынды сулардың жалпы саны жылына 2026-2028 жылдар аралығында жаңа айтып өткендей белгілі бір метр кубты құрайды. Геологиялық барлау жұмыстарының барлық кезеңіндегі барлық қалдықтар сұрыпталатын және уақытша арнайы контейнерлерге жиналатын болады, және олар толған кезде қалдықтар санкцияланған полигонға әкетілетін болады. Бұл туралы қалдықтарды әкету қабылдаудың бекітілген кестесімен тиісті шарттар жасалады. Жұмысты жүргізу кезінде атмосфералық ауаның ластанудың стационарлық көздері, жалпы жұмыс процесін энергиясымен қамтамасыз ететін дизель электр станциясы, сақтауға және құюға арналған сыйымдылықтар, жобалау жұмыстарын бензинмен және дизель отынмен қамтамасыз ету. Бұрғылау қондырғысы ұңғымаларды бұрғылауды қамтамасыз етеді. Жер жұмыстары, яғни жаңа айтып өткендей, шурфтарды қазу. 2026-2028 жылдар аралығында атмосфераға 2,666,416 тонна жылына бойынша ластаушы заттар стационарлық көздермен шығарылады. Жұмыс аяқталғаннан кейін әрекеттер геологиялық барлау жұмыстарды аяқталғаннан кейін іс-шаралар жүргізу көзінде негізделген. Жалпы жұмыс аумағын және бейіту қоқысын тазартады, геологиялық жабдықтарды жинау және жинап әкетеді, ұңғымалардың сағасын нығыздайды және толтырады, жанармай төгілген тақтарды кетіреді. Жер жұмыстары жүргізілген шұңқырларды толтыру, яғни жаңағыдай септик, дәретхана орындарын және уақытша сақтауға арналған учаскелерді. Жүргізілген геологиялық барлау жұмыстарының қысқа мерзімділігіне байланысты жұмыстар бойынша жобалық құжаттаманы әзірлеу көзделмейді. Геологиялық барлау жұмыстары аяқталғаннан кейін жүргізілетін барлық жұмыстар жоба шеңберінде көзделеді. Осы жоба шеңберінде бұзылған жерлерді биологиялық рекультивациялау көзделмейді, өйткені жүргізіліп жатқан жұмыстар топырақ жамылғысы үшін елеулі қауіп төндірмейді және жобаланған жұмыстардың топырақ жамылғысына әсері шамалы деп бағаланады. Геологиялық барлау жұмыстарының әсерін бағалау қоршаған ортаға, яғни геологиялық барлау жұмыстары жүргізу кезінде қабылданған табиғатты қорғау шараларын сақтау, қоршаған ортаға ең аз зиян келтіретін жұмыстарды жүргізуге мүмкіндік береді. Атмосфералық ауаның сапасына әсер шамалы, жергілікті және ұзақ болмайды. Жобаланған жұмыстардың жер үсті және жер асты суларына әсері елеусіз, жергілікті маңызды және ұзаққа созылмайтын болады. Геологиялық ортаға әсері ең аз деп бағаланады. Жобаланған жұмыстардың ең жамылғысына әсері шамалы деп бағаланады. Өсімдік жамылғысына әсері қарқындылығы бойынша шамалы, ауқымы бойынша, жергілікті және ұзақтығы бойынша орташа деп бағаланады. Жануарлар әлеміне әсері төмен қарқындылық, жергілікті масштаб, яғни қысқа деп бағаланады. Жалпы таныстыр осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Құрметті ауылтұрғындар, баяндамашыға сұрақтарыңыз болса, түсінбеген жерлеріңіз болса, сұрақтарыңызды қойып жауап алуға болады. Баяндамашыға жаңа атап өткендей, Брага Груп, яғни жүргізіліп жатқан жұмыс барысының экологы, геологы отыр осында. Сол кісілерге өздеріңіздің ұсынатын сұрақтарыңызды және ұсынатын ұсыныстарыңызды білдірсеңіздер болады. Айтып жатсыздар ғой, енді бұл
қазба жұмыстары деп жастар, оны енді халыққа зиян болмай ма? Жер асты сулары бар, мысалы өзенге қосылады ол сулар, мысалы Шаркөде жеріне су қосылады, жаңағы су бұрғылайтын жердің. Одан халық су ішеді, жазда жайлауда, де былай. Оған зиян болмай ма? Ол бір. Екінші, сол жерден егер қазба байлық табылса, ол енді біздің мысалы Шаркөде менің территориясында ғой, Райымбек ауданы Шаркөде ауылының территориясы. Сонда мына ауылға бір несі бола ма? Көмегі, бір пайдасы, жаңағы сондай бола ма? Мына жақта сұрақ қойып отыр мынандай. Ауылға қандай ішетін сулардың зияны бола ма дейді. Содан кейін егер де қазба жұмыстары басталатын болса, қандай ауылға көмек болады? Жұмысқа тарту жағы қалай болады? Халықты мысалы жерді тарту не ашса жұмыс болады ғой. Соған енді жұмысқа тартылуы қалай болады халыққа, жергілікті тұрғындардың. Жаңа айтып өткендей бізде 37 адам деп көрсетілген. Жаңа баяндамада сіздерге баяндалып өтілді. Жалпы жұмысқа аласыздар ма деген сұрақ болып тұрады сіздер. Жалпы қазбалық жұмыстар болған жағдайда, бізде жаңа жұмыс басталған жағдайда керекті қажетті жұмысшыларды біз маманына сай жұмысқа алуға дайын. Маманына сай қажетті мамандарды. Жаңа көрсетілген бойынша біз адам саны Бірінші сұрағыңызға жауап бұл жерде былай ғой, ішетін суға қандай бір зияны бар ма деген сөз. Бұл скважина болғаннан кейін біз ешқандай полимер, зиян заттар қолданбаймыз. Бұл ондай емес. Андай үлкен нефтяной скважина сияқты какой-то бір зиянды нәрселерді қолданбаймыз. Біз қолданамыз тек қана судың өзін ғана. Трубалармен өзі болады, ешқандай зияны болмайды. Ана суда балық бар. Онда ешқандай суға жақындамаймыз. Біз басқа жақта жүреміз. Бізде определенный границалар бар да, суға жақын. Жердің эрозиясы қалай болады? Жер өзі ешқандай суға болмайды. Біз андай үлкен егер қазба жұмыстар болған жағдайда тоже оценка болып, сол кезде ғана оның бәрін қарап нетеді. Біз данный момент қазір разведка жасау барысында ешқандай ондай зиян естірмейді. Екінші сұрақ, бізде қазір данный момент разведка жұмысы басталуда. Біз тек қана көріп жатырмыз. Бұл данный ешқандай компанияға ешқандай пайда әкелмейді. Данный момент біз тек қана ақшаны салып көріп жатырмыз. Что бірдеңе бар ма жоқ па деген. Егер де бірдеңе бар болып қазба жұмыстары басталғаннан кейін, қазба жұмыстары басталады ғой. Сол кезде компанияға ақша келгеннен кейін, соответственно, ол жеке ол әңгіме болады да. Соответственно, біз алдарыңыздан қайта өтеміз сіздердің. Осындай қазба жұмыстарын бастайын деп жатырмыз, қандай да бір нелеріміз бар болатын сол кезде айтасыздар ғой. Компания ақша келгеннен кейін, соответственно, ол ақша бөлу жағы, қандай бірдеңе жұмыстарға болысу жағы ол болады деп ойлаймын. Сол. Тағы да? басқа сұрақтарыңыз бар ма? Қойыңдар. Ұсыныстарыңыз болса. Бір сұрақ. Мысалы, геологический разведка жасайсыздар ғой. Сосын басқа компания келіп, промышленный болады ғой, қанша метрге дейін қазір? Енді ол біз қазу барысында анықтаймыз да. Біз разведка жасаған кезде сол жердің қатты қабаты неше метрде жатыр, қандай жатыр, может 3 метр, может 5 метр, біз білмейміз да, ол бар ма жоқ па екендігін білмейміз. Мысалы, сіздерде промышленный болса, ол уже тереңге кетеді, иә? Егер де қазба байлығы 10 метрге дейін жататын болса, біз жердің, бізді бұл твердый полезный ископаемый емес та, ТПИ, бұл тек қана россып, біз жердің қатты қабатына дейін ғана қазамыз ғой, жердің бетінде қатты қабатына дейін. Ары қарай қазба ол үлкен карьер болып кету, ол ондай емес. Ол басқалау кішкене, мынау кішкене басқандай болады. Басқа сұрақтарыңыз бар ма? Мысалы сіздер енді жазда ұңғылау жұмыстарын жүргіземіз деп отыр. Ол жерде мысалы біз сол жерде жайлауға барып малмен отырамыз жаңағы. Жер өшіріп көрсіз ғой. Ұңғыланған жердің жаңағы өздері қайтып көп кете ма ғой. Иә, ол жаңағы малға астынан бірдеңе улы заттар шығатын болса, малға, өсімдікке жаңағы табиғатта шөпке әсері болса қалай болады? Бізде түсіндіре кетейін, скважина қазу деген. Скважина қазған кезде біз осы 219 мм деп айтады ғой. 219 мм деген мынандай ғана труба. Осы 20 см труба болады. Сол трубаны қазып көріп, мынандай трубамен. Соны қазып көргеннен кейін трубаны алып шыққан кезде ол көмір қалады ғой. Түк қалмайды, ол автоматически осадка жабылып қалады, ол болмаған деді уже чөп өсіп кетеді, ештеңе қалмайды. Егер де қалып жатқан жерде бізде рекультивация бағанағы айтқандай болады, біз ол жерде шампаньерді етіп, как положено жауып, тегістеп кетеміз. Ол жерде бірақ қазба жұмысы болмайды, тек қана осындай 20 мм-лік тесік қана болады ғой, шығатындай. Сол. Сіздердің жұмыс барыстарыңыз
Қанша уақыт? қамтиды мысалы. Жағдайларды. Бізге лицензия 3 жылға берілді ғой, иә? Бұйырса Алла қаласа жұмыс барысын бастағаннан кейін осында разведка жұмыстары 3 жылға дейін бізге срок берді. Сол 3 жылдың ішінде біз полный осы біздің өзіміздің территориямызда жұмыс барысын үлгеру керекпіз ғой. 3 жылда полностью бүкіл жақтың бәріне разведка жасап, бар жоғын анықтап айту керекпіз. Сонда примерно уақыт соны 3 жылға тақау болып тұр. Жақсы, рахмет. Басқа сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ. Ал бұлаған жерде сіздер сынаманы алып кетіп тексересіздер ғой. Жоқ, ол сол жерде ғой. Сразу белгілі болды. Сразу қараймыз да сол жерден. Сразу сол жерде кетіп қаламыз. Бір скважинаға примерно бір 2-3 күннің уақыты кетеді да, сол жерде сразу бізден кетіп қалмайды. Онлайн қатысып отқан кісілерден сұрақ бар ма екен? Сұрақ бар ма сіздерде? Сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз? Сұрақ жоқ болса, келесі кезекте әкімге берсек, төрағаға берсек. Олай болса, құрметті ауыл тұрғындары, құрметті қонақтар, бүгінгі қоғамдық тыңдауда өздеріңіз баяндаманы тыңдадыңыздар, өздеріңіздің сұрақтарыңызға байланысты жауаптар берілді деген ойдамын. Олай болса, Алматы облысындағы К-24-10-10-Б-5Б-5Б-10 және К-24-10-В-5В-7 аралықтағы 37-ші блоктарында қатты пайдалы қазбаларға барлау жұмыстарының қоршаған ортаға ықтимал әсерін бағалау есебі бойынша ашық жиналыстар нысанында өткізілген қоғамдық тыңдауларды өтті деп есептеледі. Хаттама 2 жұмыс күні ішінде жасалады және қол қойылады. Қол қойылғаннан кейін экологиялық порталға қолжетімді болады. Ашық жиналыстар нысанында өткізілетін осындай қоғамдық жиналысқа келіп қатысқандарыңызға рахмет. Осымен жиналысымыз жабық деп жарияланды.